Бүгінгі бөлімде мен бауыр ауруларының алғашқы белгілері туралы айтып беремін. Бұл қауіпті салдардың алдын алуға көмектеседі. Баршаңызға қайырлы кеш, арнамыздың қымбатты көрермендері және арнамызға жаңа қосылған көрермендер. Бүгін біз бауыр проблемаларының қандай белгілері бар екенін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Ыңғайланып отырып жазып алуға дайын болыңыз. Өйткені ақпараттар өте көп. Бауыр адам ағзасының ең үлкен ішкі мүшесі. Бөтен заттарды бейтараптандыруды, артық гормондарды жоюды, энергия қорын және витаминдерін сақтауды, гемопоэзге қатысуды және басқа маңызды міндеттерді қоса алғанда өмірлік маңызды функцияларды орындайды. Демек, бауыр ауруы ағзаның жалпы жұмысына қатты әсер етеді. Бауыр ауруларының ерекшелігі: бұл органда ауырсыну рецепторларының болмауы. Нәтижесінде ауру жиі елеулі ауырсынусыз пайда болады. Ауырсыну әдетте бауыр айтарлықтай ұлғайған кезде ғана пайда болады. Бұл кез келген ескерту белгілерін танудың маңыздылығын көрсетеді. Сау бауыр салауатты өмірдің негізі. Сондықтан бауыр ауруларының негізгі белгілерін анықтау және дереу медициналық көмекке жүгіну өте маңызды. Бауыр проблемаларының белгілері. Дегенмен осы белгілерді талқыламас бұрын арнаға жазылуыңызды сұраймын. Өйткені бұл оның дамуына айтарлықтай қолдау көрсетеді. Сіздің қолдауыңыз пайдалы видеоларды көптеп шығаруыма үлкен демеу болады. Алдын ала рахмет. Бауыр патологияларының көпшілігінде көрінетін симптомдар жоқ, және оларды тек зертханалық зерттеулер арқылы анықтауға болады. Егер бауыр проблемаларына бейімділік немесе олардың дамуын тудыру мүмкін басқа факторлар болса, тұрақты тексеруден өту ұсынылады. Симптомдарды ерте анықтау бауыр ауруларының өршуінде өте маңызды. Сондықтан ең кішкентай ауытқуды да елемеуге болмайды. Бауыр проблемалар көрсете алатын белгілерді білу өте маңызды. Ісіну. Бауыр проблемалары бүйректер мен қан тамырларына теріс әсер етіп, экскреторлық жүйенің жұмысын бұзады. Тері астындағы тіндерде судың сақталуын және тұздың жиналуын тудырады. Бұл көбінесе аяқтардағы нақты ісіну ретінде көрінеді. Өкшенің жарылуы. Бауыр май қышқылдары мен маңызды витаминдердің сіңуін жеңілдететін өлті өндіруде маңызды рөл атқарады. Е, С, А және В3 сияқты витаминдер терінің саулығы мен тонусын сақтау үшін қажет. Егер бауыр дұрыс жұмыс істемесе немесе өндіру бұзылса, дене осы өмірлік маңызды заттарды жеткілікті түрде алмайды. Бұл құрғақ терінің пайда болуына әкеледі. Егер емделмеген болса, бұл мәселе асқынуларға әкелуі мүмкін. Сондықтан күнделікті рационыңызға көкшөптерді, көкөністерді, жемістерді, жидектерді және тұтас дәнді сұлы жармасын қосу арқылы диетаңызды реттеп, дұрыс ылғалдандыруды сақтау маңызды. Терінің қышынуы мен қабыршықтануы. Бауыр ас қорыту жүйесінде маңызды рөл атқаратын өтті белсенді түрде шығарады. Бауырда өңделгеннен кейін өт арнайы арналар арқылы өт қабына тасымалданады. Бауырда тіпті кішігірім проблемалар болса, өт жиналу мүмкін немесе оның ағыны кедергі болуы мүмкін. Бұл тоқырауға әкеледі. Нәтижесінде бұл терінің қышуы мен қабыршықтануын, кейде ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Мұндай белгілер бауырдың шамадан тыс жүктелуін немесе дене тіндерінде артық өт қышқылдарының жиналуын көрсетеді. Бауыр проблемаларына байланысты қышу аяқтың табанында, алақанда немесе дененің басқа бөліктерінде пайда болуы мүмкін. Бұл симптом көбінесе түнде немесе қызған кезде күшейеді. Мысалы, ыстық душ қабылдағаннан кейін. Шаштың түсуі. Бауыр ауруы шаштың тез түсуіне ықпал етеді. Бауыр ағзаға сіңірілетін қоректік заттардың көп бөлігін өңдейтіндіктен, бауыр функциясының бұзылуы тіндердің өсуіне қажетті құрылыс материалдарын жеткізуге кедергі келтіреді. Бұл жараның жазылуының баяулауына және шаштың түсуінің жоғарылауына әкеледі. Ұйқы проблемалары. Ағзадағы зиянды заттардың деңгейінің жоғарылауы ұйқының реттелуіне және ұйықтау қабілетіне әсер ететін кортизол гормонының өндірісін арттырады. Тұрақты ұйқы проблемалары сіздің денсаулығыңызға зиянды әсер етеді. Ұйқылықтың жоғарылауына назар аударыңыз. Зейін қоюдың қиындауы, апатия сезімі және депрессиялық көңіл күй. Бұл бауыр проблемаларының ықтимал ерте белгілері. Тершеңдік. Бауыр жасушаларында зиянды қосылыстардың жоғары концентрациясы бауырға жүктеменің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бұл шамадан тыс терлеу және дене температурасының жоғарылауы сияқты белгілерді тудырады. Сарылық. Паренхимиялық сарғаю бауыр жасушаларының зақымдануы нәтижесінде пайда болады және әдетте ұзақ уақыт бойы бірте-бірте дамиды. Көбінесе науқастың назарынан тыс қалады. Ол алдымен жұмсақ таңдайдың склерасының, тілдің астыңғы жағының, содан кейін алақанның және табанның сарғаю түрінде көрінеді және ақыр соңында барлық тері сарыға айналады.
Бауырдың сарғаюы мен терінің түсуі шафран сары немесе қызғылт сары болады. Екінші жағынан обструктивті сарғаю жалпы өт жолының таспен немесе ісікпен бітелуіне байланысты пайда болады. Бұл тері түсінің сарыдан қою зәйтүнге дейін кенет және жылдам өзгеруіне әкеледі. Подкомпартментальды сарғаю терінің қатты қышуымен бірге жүреді. Безгек температураның жоғарылауы көбінесе бауырда, өт қабында немесе түтіктерде белсенді қабынудың көрсеткіші болып табылады. Бауырының тұрақты ауруы бар адамдарда температура 37-8 градус Цельсийге дейін аздап көтерілуі мүмкін. Бауыр циррозы жағдайында термометр көрсеткіштері 38 градусқа жетуі мүмкін. Кейде күндізгі уақытта ауытқиды, ал көбінесе кешке қайта пайда болады. Фибриальды қызба, жедел холецистит, өкпе қабынуы, гепатит, белсенді цирроз және бауыр абсцесі сияқты аурулармен байланысты. Созылмалы бауыр ауруларында төмен дәрежелі қызба байқалады. Өрмек тамырлар. Денедегі тамырлы өрмектердің пайда болуы бауыр проблемаларының ерте белгісі болып табылады. Бұл белгі органдардың жасушаларында эстрогендердің жинақталуын көрсетеді. Бұл тамырлар жүйесіне теріс әсер етуі мүмкін. Кейбір тері тамырларының мөлшері 2-ден 5 мм-ге дейін ұлғаяды. Айқын және көзге түсетіндей болу. Өрмекші тамырларды аяқта, қол, арқа және мойын тұсында байқауға болады. Іштің ұлғаюы. Бауырдың барлық дерлік диффузды аурулары бауырдың ұлғаюына әкеледі. Порталды гипертензия жағдайында көк бауырда ұлғаяды. Дұрыс тамақтанбаған емдеушілерде бауырдың ұлғаюына байланысты іштің асимметриясы байқалуы мүмкін. Метеоризм жиі ас қорытудың қиындауы нәтижесінде пайда болады. Портальды гипертензия болған кезде асцит деп аталатын іш қуысында сұйықтықтың жиналуын бірнеше литрге дейін жетуі мүмкін. Ондай жағдайларда іш салбырап, кіндік шығып тұруы байқалады. Диспепсия. Бауыр ауруы диспепсиялық белгілерді тудыруы мүмкін. Соның ішінде кекіру, жүрек айну, құсу, диарея, іш қату, тамақтанғаннан кейінгі ауырлық сезім және кебулер. Шамадан тыс метеоризмнен туындаған майлардың қорытылуы мен сіңірілуінің бұзылуы нәжіс консистенциясының сапалық өзгеруіне әкеледі. Сонымен қатар бауыр аурулары әдетте перистальтиканың өзгеруімен және ішек бездерінің секрециясымен бірге жүреді. Бейнероликті осы жерден аяқтайық. Арнадан көкөністер мен жемістердің пайдасы мен зияны туралы көптеген қызықты видеоларды таба аласыздар. Сондай-ақ аурулар мен олардың емдеу әдістері туралы. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Арнаға жазылып, дене сырын бізбен бірге ашыңыз.